Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім Софи. Бүгін сіздермен осындай шоколадты мечта тортымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен ұнды үккіштен өткізіп аламыз. Содан кейін қопсытқыш, ас содасы және ванильді сахарды қосамыз. Тұз, қант барлығын бірден қосып, осылай құрғақ күйде араластырып аласыздар. Және бұған 3 жұмыртқаны саламыз. Сұйық май қосыңыздар, мен жылқы майын қостым, онымен де дәмі білінбейді. Сіздер егер дәмсіз май, сұйық майды қолданатын болсаңыздар, сол пісте майын қолдана бересіздер. Содан кейін осылай жақсылап араластырып аласыздар. Және 60 грамм какаоға қайнап тұрған ыстық 200 грамм суды құйып, осылай араластырып аламыз. Дайын болған массаны жаңағы қамырымыздың үстіне құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Шоколадты массаны құйдық, енді жақсылап миксерлеп араластырасыздар. Венчикпен де араластыра беріңіздер, мен сияқты венчикпен де араластыра берсеңіздер болады. Біздің массамыз дайын. Мінекей осындай консистенцияда болады. Содан кейін оны диаметрі 26 сантиметр болатын формочкада пісіремін. Диаметрі 24 сантиметр болатын формада пісірсеңіздер де болады. 175-180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аласыздар. Ал енді бұл торттың шоколадты кремін жасайтын боламыз. Ол үшін сливкиді жақсылап тұрып миксерлеп аласыздар. Сливки міндетті түрде мұздатқыштан шыққан болу керек. Бір 10-15 минутқа салып қойсаңыздар болады. Қатты мұздатып алмаңыздар, сұп-суық болса болды. Сливкиді миксерлеп қойылатып алғаннан кейін үстіне осытып ерітілген шоколадымызды қосамыз. Шоколадты еріту үшін сливочный масломен бірге 100 грамм шоколадты ерітіп аласыздар. Содан кейін қойылтылған сливкимізға қосып, өстіп, жақсылап миксерлейміз. Осымен шоколадты креміміз дайын, дәмі шоколадты балмұздаққа қатты ұқсайды. Міне біздің бисквитіміз де суып дайын тұр. Осындай әдемі болып көтерілді. Енді осыны 3 бөлікке бөлеміз. Жақсылап бөліп алмасаңыздар, ақырын, бисквит өте нәзік, әрі өте жұмсақ, влажный болып піседі. Сондықтан аккуратно, ақырын жұмыс істеу керек бұндай бисквитпен. Мен өстіп бөліп алдым. Енді кремін жағатын боламын. Міндетті түрде осы тортты жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына өте сенімдімін. Бисквит өте дәмді, шоколадтың дәмі қанық болып шығады, иісі де керемет. Өстіп әр слойға дайын болған кремімізді жағып, әдемілеп, әсемдеп аламыз. Айтпақшы, арнама тіркеліп алыңыздар, алдағы уақытта өте оңай рецепттер шығаратын боламын. Бұл креммен, шоколадты креммен осы бисквит өте дәмді, бір-біріне өте үйлесімді болып келеді. Сондықтан сіздерге кеңес беремін, именно осы креммен осы бисквитті жасаңыздар. Бұл бисквитті жасайтын болсаңыздар, сіздер кез келген тортыңызға осы бисквитті жасай бергіңіз келетін болады. Өйткені шоколадты насыщенный, прям өте дәмді. Мен осы бисквитті қатты өзім ұнатып қалдым. Жасалуы да өте тез және қолжетімді ингредиенттермен жасалады. Әртүрлі шоколад торттарға, пирогтарға қолдана берсеңіз, кексқа қолдансаңыз болады. Осы бисквитті обязательно жасап көріңіздер. Міне осылай мен сыртын әсемдедім қалған креммен. Осындай 3 слойдан тұратын тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Осылай дайын болған тортымызға какао ұнтағын сеуіп әсемдедім. Ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша әсемдеулеріңізге болады.